Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Қазіргі талқылайын деп тұрған мәселе сіздермен мынау Тұран жөнінде, Тұран одағы. Естеріңізде болса, осыдан 1-2 ай бұрын осы Тұран одағы бізге керек пе деген бір бейнеролик жасағанмын. Қазірде осы тақырыпқа қайтып оралуыма тура келіп тұр. Өздеріңіз байқасаңыздар, мына кейінгі күндері мынау орыс шапқыншылығы болуы мүмкін, Қытай шапқыншылығы болуы мүмкін. Анау өйтейін деп жатыр, мынау бүйтейін деп жатыр, мынау бүйтіп соғысқысы келіп жатыр, мынау тиісіп жатыр деген сияқты сыбыстарды, үрейлерді көбейтіп жүрді. Халықтың үрейін ұшырғылары келіп, осындай жаңағы ақпараттарды тарқатып жүрді. Енді бұның бәрі неге десеңіздер, бұның бәрі жаңағы мынау Тұран одағына қосылуға, Тұран одағына кіруге жасап жатқан іс-әрекеттері. Бұл енді менің ойым. Қазіргі күні мына қазір не жүріп жатыр, көлік шеруі, автокөлік шеруі жаңағы бүкіл облыстарды аралап, осыны міне жаңағы жарнамалап жүр мынау Тұран одағын. Міне Тұран одағы кімге керек? Бұл Тұран одағы бірінші мынау Түркияға керек. Эрдоганға, оның бір қандай да бір өзінің мақсаттары бар. Өйткені осы мәселені о бастан бастап міне солардың көтеріп жүргені. Одан кейін бұны жаңағы шалда қолдаған. Енді қазіргі күні көрсеңіздер, мынау Мұрат, жаңағы ауған соғысының ардагері ма, полковник па, майор ма, бірдеңе. Міне ол кісіні де менің суханым сүймейді, жаңағы биліктің қолшоқпарлары халықты адастырып жүрген. Міне соның енді былшылын тыңдасаңыздар, міне осындай жаңағы Тұран бізге керек, біз Тұранға бүйту керекпіз, сөйту керекпіз, қосылу керекпіз, жаңа мұсылман елдер бла-бла-бла-бла-бла. Бұлай алғанда енді түбіне қарасақ, бізге мынау Тұран одағы не әкеледі біздің халыққа? Біздің халықты бұл бір боданнан шығарып, екінші боданға кіргізейін деп отыр. Өз қолдарымен апарып бізді кіргізейін деп отыр. Бұл кәдімгі Тұранның, сол мына ОДБК-ның басқа бір жаңағы мұсылман жағынан түрі. Ертеңгі күні бұны не үшін құрып жатыр? Ертеңгі күні бұл Эрдоганды қорғайды, ертеңгі күні бұл Тоқаевты қолдайды, егер қалып жатса сол жерде Тоқаев. Ертеңгі күні сол жаңағы мұсылман елдердегі басында 4-5 ел болып қосыламыз деп еді, қазір енді 40-тан асайын деп жатыр екенміз, бұлай алып келгенде. Міне, бұл жаңағы бұлардың өздерінің бұл ойындары жасап жүрген. Қазір бұл мақұл, енді жаңағыдай жақсы ниетпен жасалып жатса, халықты ойлап, мынау біздің шекараларымызды ойлап жатқан болса, жаңағы мұсылман елдерінің бір-біріне деген бауырмалдығын арттыру үшін ертеңгі күні қырғынсыз, соғыссыз, тек жаңағыдай за стол переговоров, мына отырып сөзбен шешетін қып, сол үшін жасалып жатқан болса, кәнеки құба-құп. Бірақ оның бәрі белгілі, нені көздеп, нені меңзеп отырғаны. Тағы да бұл жаңағы соның жарнамалап, насихаттап жүргені, мынау Мұрат дегеннің, осы Тұран несін, одағын, әрі мынау біздің әскерлердің бәрінде шариғатты кеңейту керек, мынау Құран жағын, дін жағын, жаңағы сөз жерде присяга дейді ғой енді. Соны ант қабылдаған кезде Құранмен қабылдайық, өйткені жаңағы шетелде Америка Библиямен қабылдайды, аналар андаймен қабылдайды, аналар мынандаймен қабылдайды дейді. Осындайларына мен түсінбеймін. Сен неге оларға теңесу керексің? Шариғатты, Құранды неге араластырасын? Мына. Ол жаңағы тағы да осындай немен құрал ретінде мына пайдаланып, жастардың әлі психикасы қатпаған мектептен бастап, мынау әскерге дайындайтын кезде
жаңағы бастапқы әскери дайындық сабақтары бар, начальная военная подготовка мектептерде. Міне сол кезден бастап бұлар балалардың миларын өйстіп улап бастамақшы. Одан кейін әскерге барған кезде қатал заңмен, тәртіппен әрі қарай улайды. Міне сөйтіп келіп бір дүбәра ұрпақтарды шығармақшы. Тек өздерінің айтқанымен жүргізіп, өздерінің айтқанымен тұрғызатын. Осындай енді сөзім жоқ бұларды айтуға бар ғой, енді өтірік патриоттықты жамылып алып, шын еліне жаны ашығансып, осындай халықтың арасында осындай халыққа керек емес нәрселердің бәрін насихаттап, жарнамалап жүргендер арамызда толып жүрген кезде, енді білмеймін, ешқандай да жақсылықты күтуге болмайды. Бұл Мұрат дегенің сол президентімізді қолдайық деп жүрген адамдардың бірі. Шын қазақтың жанашыры болса, кешегі қаңтардан кейін де әлі де сол Тоқаевты қолдаймын десе, бұл адам бұл қазақты қолдайтын адам емес. Бұл биліктің қолшоқпары екенін өздері ашықтан ашық жайбарақат көрсетіп жүр. Ал егер мынау жай қазақ биліктегілердің Тоқаевтың қолшоқпары болмаса, жай қазақ халқы барып осындай бір шеру жасасыншы, менің халқымның бостандығы үшін деп осындай шеруге шықса, оны ешкім жасатпас еді. Бұл емін-еркін автокөлік шерулерін біздің туымызды іліп алып, Қазақстанды бәрін аралап жүр. Тоқаевтың рұқсатымен, әрине. Көрдіңіздер ме? Ал егер бұл өйстіп қазақтың мұңын жоқтап, осы кешегі мынау белсенділерімізді босатсын деп, неге шықпайды? Жоқ. Бұл сол Тоқаевтың, биліктегілердің мүддесі үшін осындай немен жолға шығып, осындай халықтың миларын улап жүр. Әрине, халық оған сенбейді. Маған келіп жатқан ақпараттарда, хаттарда осы жайында маған айтып жатыр. Міне халқым, көріп отырсыздар ғой, күннен күнге осындайлар, енді күнде күтеміз, бір жақсы хабар шығатын шығар, біздің халықтың арасындағы жүрген мақтабастар, Тоқаевқа уланып жүргендер, күнде Тоқаевты қаралайтын қаншама ақпараттар шығып жатыр. Олар өздері әшкерелеп жатыр өз беттеріне. Содан кейін енді кішкене ойланатын шығар, қайтатын шығар десең, жоқ. Бұлар әр қарай өршітіп, көздері көрмейді Тоқаевтың кемшіліктерін, Назарбаевты әлі соттамағанын, Назарбаевтың әулетінің әлі тайраңдап жүрген, бәрін көріп біліп отырса да, бұлар әлі сол Тоқаевты қолдауға шақырып жүр. Халқым, бірігейік, бір болайық, халықтың арасындағы өзге ұлт өкілдерін ортамызға қосайық, ортамызды кеңейтіп, X күнін жақындатайық. X күнін жақындатып жатырған батырларымызға білдірейік, сездірейік біздің ауызбіршілігіміздің артқанын, ортамыздың толып жатқанын, бәріміз бірігіп, ОДБК-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді, әрі Ресеймен ешқандай да қарым-қатынасты қолдамайтынымызды, және Евразия одағымен ешқандай да ортақ валютада болғымыз келмейтінін насихаттайық, бәр жерде айтып жүрейік. Осындай хабарларды естімегендерге жеткізіп жүрейік. Алға қазақ елі!